бүгінгі жұмамыз Рамазан айының алғашқы жұмасы. Баршамыздан Алла Тағала еселеп сауабын. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين صدق الله العظيم. ومحمد саған Ибрахимнің алейхиссалам құрметті қонақтары жайлы ғибретті әңгіме жеткен бе еді? Есіңде болса, олар бір күні Ибрахимге келіп, саған есендік тілейміз, яғни саған Алланың сәлемін жеткіземіз деп сәлем бергеннен кейін, Ибрахим де өз кезегінде оларға, сендерге де Алланың сәлемін, есендігін тілеймін деді. Алейхиссаламға біріншіден келген қонақтар кім еді? Ол періштелер еді. Ибрахим алейхиссалам бірақ олардың періште екендігін білген жоқ. Яғни риуаяттарда ол жерде Жибрил, Микаил, Исрафил періштелер болды деп айтады. Бір риуаяттарда одан да көп періштелердің болғандығы айтылады. Бірақ ең кемі 3 періште болған. Өйткені қонақтар келді деп айтылады. Оған Ибрахим алейхиссаламға қонақтар келді. Семіз тананың етін пісіріп әкелді дейді. Семіз тананың етін пісіріп әкелді. Міне бұл Ибрахим алейхиссаламның, яғни Құранда Алла Тағала қонаққа деген бір құрметінің, қонақ үшін жасаған бір ізетінің көрінісі дейді. Бірақ бұл Ибрахим алейхиссаламның өзінің біз үшін өте үлкен бір ғибретті ұстанымның бірі, Ибрахим алейхиссалам еш уақытта өзі жеке дара отырып тамақ ішпеген дейді. Яғни қай уақытта болмасын дастарханы жайылған кезде міндетті түрде Ибрахим алейхиссалам қонақ шақырған, қонақ күткен, кім біреу келіп қалады ма екен, бір жолаушы үйіме түсе ме екен, сіздің жүзіңізге қарай, яғни сіз ең бірінші қош келдіңіздер, ассаламу алейкум деген сөзіңізден бастап оларға жылы шырай танытуыңыз ең бірінші қонақ күтудің әдебінен дейді. Бұл хадистің де, Ибрахим алейхиссаламның да қиссасындағы бізге көрсеткен ғибретті біз осыны түсінеміз. Адатты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: "Ла хайра фи ман ла юдиф". Не дейді? Қонақ күтпеген адамнан қайыр жоқ дейді. Қараңызшы, қонақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына Нәжаш мемлекетінің жаңағы қонақтары келді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ол хадисте келетін әңгіме, сол келген елдің қонақтарына өзі тұрып қарсы алып қызмет жасайды. Сонда сахабалары пайғамбарымыз: "Я Расулалла, нахну накфика я Расулалла". "Я Раббым, я Расулалла, сіз отырыңыз, сіз қонақ сізге келіп отыр. Біз қонаққа қызмет жасайық" дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? "Ин абун". Не деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? "Жоқ" деді. Олар сахабаларыма құрмет көрсеткен еді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сол Мекке дәуірінде қиын қыстау кездерінде менің сахабаларымды сол жаққа жіберген кезінде, Нәжашидің алдына сол мемлекетке жіберген кезінде, олар менің сахабаларымды не істеді? Қонақ қылып, оларға қызмет жасап күткен еді. Менің сахабаларыма қызмет етіп, қонақ жасаған кісілерге мен де оларға құрметпенен олар үшін қызмет етуге дайынмын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді.